боксшылар, олар міне қызыл бұрышта қазақстандық Галиб Джапаров, Ақтөбе қаласының өкілі, оның қарсыласы Алексей Шайдуллин, Ресей. Галиб Джафаров, серебряный призер чемпионата мира в Белфасте в Северной Ирландии прошлого года. Бой обещает быть очень интересным. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Галиб Джафаров. Сейчас вы видите на экранах телевизоров Алексея Шайдуллина. Боксер левша Алексей Шайдуллин. Галиб Джафаров правша. Работает в левосторонней стойке. Галиб Джафаров қазір Оштанда Қазақстан ұлттық құрама командасының белді ойыншысы деп айтсақ артық айтпаймыз. Ол өткен жылы еліміздің ең үздік спортшы деп танылды. Сондай-ақ ол Белфастта өткен әлем чемпионатында финалда өнер көрсетіп күміс медаль еншіледі. Ал қазір оның қарсыласы Еуропада бірнеше додаларында сынға түсіп қайтқан тәжірибелі Алексей Шайдуллин. Галиб Джафаров, боксер из Актюбинска, азербайджанец по национальности, родом со станции Кандагач, что в Актюбинской области. Провел в ринге 221 бой, в 185 из них одержал победы. Он является чемпионом Казахстана прошлого года. За 12 лет занятий боксом он с новичка заслужил звание заслуженного мастера спорта за финальный бой в чемпионате мира, на чемпионате мира в Северной Ирландии. 2000 жылға дейін Галиб Джафаров біздің өмірден ертіп кеткен тамаша бауырымыз Сидней олимпиадасында топ жарған Бекзат Саттархановқа отырып жүрген. Олар өзара екі кездесу өткізіп, осы салмақ дәрежесінде екеуінде де Бекзат жеңімпаз шыққан еді. Қазір сіздердің экрандарыңызда қызыл шлемдегі былғары қолғап шебері ақтөбелік Галиб Джафаров. Галиб деген сөздің өзі қазақ тіліне аударсақ жеңіс деген сөз. Олай болса, біздің қазақстандық Азербайжан жігіті біздің команда қоржынына 4-ші жеңісті әкелуі әбден ықтимал. Біз оған үлкен сеніммен қараймыз. Ну а задача Галиба Джафарова ни в коем случае не стоять на месте с боксером левшой из России. Қазір сенің сөзіңді естігенде Галибтің өзі де шаршы алаңда құлпыра жүріп, ат желесіне салып, қарсыласын оқта-текте діттеген соққыларын астына алуда. Довольно в острых моментах прошел первый раунд этого интереснейшего поединка. Осы салмақ дәрежесінде ұлттық құрама командамызда Галиб Джафаровтан басқа Сауытбаев, Адамбаев секілді сондай керемет өзінің шеберліктері бар екі жігітіміз бар. Олар қазір Азия чемпионатына дайындалу үстінде. Естеріңізге сала кетейік, осы жарыс біте салысымен 16 маусым күні біздің екінші ұлттық құрама командамыз Малайзияға жол алады. Онда олар Азия чемпионатында ел намысын қорғайды. Қазір ресейлік Шайдуллин алға кетті, бірақ аяғында жақсы жүретін Галиб Джафаров өте жақсы сытылып шыққан бой, оң қолымен тура соққы жіберіп үлгерді. Последовал острый обмен ударами. Удачно провел серию российский боксер. Двоечку сделал правой прямой, левой боковой. Но Галибу Джафарова задача ни в коем случае не стоять на месте, не уходить под левую руку российского боксера. Не стоять на месте, уходить под правую руку, Галибу Джафарову ни в коем случае. Идет острая позиционная борьба. Российский боксер занимает центр ринга, боксирует первым номером, старается боксировать первым номером. Ал бірақ қазір біздің Галиб өте тамаша, өз-өзіне сенімді, ешбір жаңылмастан өзіне керекті қимылдар жасау үстінде. Ол бір жерде тұрып ойнаудың өзіне пайда келмесін білгендіктен аяғында көбірек жүріп, қазір дер кезінде оңды-солды қолдарын тастап, қарсыласын ығыстыруды ниет етіп отыр. Вы заметили, дорогие любители бокса, как начинает Галиб Джафаров двигаться, маневрировать легко, тогда у российского боксера атаки захлебываются. Әрине. Ол бір орында тұрмастан жылпып жүрген жігітке соққыны тигізудің өзі оңай емес қой. Левый прямой пропускает Галиб Джафаров, правда, не такой сильный. Оң қолына тура соққысы дөп дейді. Жесткий правый прямой. Екінші рет. И в клинч. 57 кг салмақ дәрежесін айтқан тұста біз Серік Нұрқазовты айтпай кете алмаймыз. Серік Нұрқазов Еуропа чемпионы атанған, Кәсіроның чемпионатында 2 рет чемпион атағын жеңіп алған еліміздің бетке ұстар былғары қолғап шеберлерінің бірі. Сіздерге айтып кеттім, Серік Нұрқазов, қайран ерте кеткен марқұм Бекзат Саттархановтар еліміздің көк байрағын желбіретіп кеткен талай додаларда
бийик уштаган Булгар кураш шеберлери Галип Жапаров да эсесин жиберген жок былтыркы Белгисиктин әлем чемпионатында күмүш медальды энчилеп кайтты. 3-нчы раунд сиздер Казакстандык Галип Жапаров пен onun каршысы Алексей Шайдуллин арасындагы жекпе-жекти онлары тамашалоо үчүн десиздер. Міне қазір Шайдуллиннің тамаша шабуылы, оның біреуі ғана тиді. Великолепно чувствует дистанцию Галип Джафаров, легко разрывает, идет обмен ударами. Қараңыз, қазір Шайдуллин түрленіп шықты, өзінің ұпайсанын отырып жатқанын білсе керек, ол ойын тізгінін өзі қолына алды. Керемет, қазір Галип Жапаров өзінің есесін правый по корпусу проходит удачно в область печени Галиба Джафарова. Керемет, қазір тур соққылар және астынан көтеріп соққан соққысы әдемі шықты. Поменял стойку Галип Джафаров, тут же перешел в атаку и тут же ушел в глухую защиту. Великолепное чувство дистанции. Қазіргі соққысы Белайдан да өтіп кетті меніңше. Сол қолмен туры жіберген соққысы. Тек қазір бір жерде тұрмау керек, көбірек қимылдап, қарсыласын шатастыруға тиіс. Шатастырып жүріп, өзінің туры және төменнен жоғары көтеріп соққысын қайталап отырса, ұпай санын көбейтері сөзсіз. Не стоять на месте, уходить за правую руку боксера Левши, российского боксера. Кстати, неплохого боксера, который оставил блестящее впечатление. Әрине, Шайдуллин тек былтыр ғана биылғы чемпионатты жеңілгенмен, былтыр өз елінің чемпионат атағын жеңіп алған тәжірибелі Ресей ұлттық құрама командасы сапында әлем чемпионатында, сондай Еуропа чемпионатында өнер көрсеткен тәжірибелі жігіт екенін ұмытпайық. Шайдуллин, разумеется, чемпион России прошлого года. Великолепная, превосходная двойка. С левой снизу правой прямой проводит Галип Джафаров. Биылғы чемпионатта Қарчев деген жігіт чемпиондық атақты жеңіп алды. Ол тағы да қайталап айтайын, ресейліктер өзінің құрлық чемпионатына, Еуропа чемпионатына қатты дайындалу үстінде. Галип Джафаров сейчас превосходно просто уклоняется от удара не ногами, а телом. То есть применяет все методы боксерского искусства. Керемет. Разрез попал. Правый прямой. Второй левый сбоку попал. Ол сол дек қолын жібергенде арқаға бір қадам кетіп қалып соққы жасаған Галиптің екі тәсілі де ойынан шығып, қазір діттеген жеріне шықты. И великолепную физическую форму показывает Галип Джафаров. Свежий, с молниеносной серией ударов. Легко, непринужденно маневрирует по рингу. Ай-яй-яй. Запрещенный удар в спину. Жекпе-жек өте қызған шағында. Қазір осы 3-ші раундта Галип Жапаров қайтадан өзінің тәсіліне басып, қарсыласына дес берер емес. Міне қазір оң қолымен тур соққысы тағы да тиді. Прямой. Классный. Қазір орталаңды Галип өзіне алып алды. Қазір орталық алаң Галиптің еншісінде. Ол қарсыласын да, перехватывает инициативу, занимает центр ринга Галип. Но ни в коем случае его задача не стоять на месте, не стоять на месте. Бұл өте жақсы. Бұл дегеніміз Шайдуллин өзінің қарсыласының бір-екі соққысынан кейін шыдай алмастан орынды беріп алғанына. Чемпион России не лыком шит. Разумеется, он обладает стремительными, разящими ударами. Дене бітімі күшті, физикалық өте күшті Шайдуллиннің бәрін күтуге болады. Дегенмен Галип Жапаров нағыз шеберлікке тән техникасын көрсету арқасында ғана қазір қарсыласына бір бас жоғары келеді. Қазір оның оң қолмен тура соққысы тағы дейді. Восхитительную, превосходную форму показывают боксеры России и Казахстана. Шайдуллин Галип Жапаров и Шайдуллин. Бастады қазір. Тағы да екеуі өтті, күтіп алып екі соққы жіберді. Молниеносные серии нашего казахстанского боксера. Переигрывает на доли секунды, но переигрывает. Қазір керегі жоқ. Екі боксшы да бір клиничке кіріп кетті. Соның 3-ші раунд аяқ жоқ. Жекпе-жек аяқталды. Галипті жеңісімен құттықтап, қазірден бастап айта бастасақ тағы да өтірік шолып қалуымыз әбден мүмкін. Қазір жұмған аузымызды ашпайық. Дегенмен жеңіске жетті деген ойдамыз. Дворец спорта буквально благодарит великолепного российского боксера и казахстанского боксера за такой красивый, острый, техничный, плотный бой. Сонымен қазір сіздер бірер секундтан кейін осы 20-15 Галип Жапаров бүгінгі жекпе-жектердің нәтижесін 4-0-ге жеткізді. Сонымен Галип Жапаров жеңімпаз атанды. Қазақстандықтар 4-0 есебімен бұл жекпе-жекте алға шықты. Горячо и сердечно поздравляем Галиба Жапарова с очередной красивейшей